Абай облысының төтенше жағдайлар департаментінің бастығы Манарбек Шапағатов биылғы жылдың өзінде судағы қауіпсіздік ережелерін бұзғаны үшін 12 азаматқа айыппұл салынғанын атап өтті. Манарбек Шапағатовтың айтуынша, профилактикалық шаралардың тиімділігін арттыру үшін құтқарушылар дауыс орайтқыштары бар дрондарды пайдаланады. Сондай-ақ семейліктер жиі шомылатын жерлерде арнайы ескерту белгілері орнатылғанын да атап өтті. Алайда бұл белгілерді орнату үлкен мәселеге айналған. Құтқарушылар орнатып кеткен 1-2 күннің ішіндегі белгілер жоғалып кетеді екен. Басқарма басшысы облыс тұрғындарына белгіленген белгілерге қол тигізбеу туралы өтініш білдірді. Абай облысында азаматтардың өтініштерімен жұмыс істеу кезінде Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексін қолданудың өзекті мәселелері талқыланған семинар өтті. Семинар жұмысына облыстың мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сотының әкімшілік басшысы Әйгерім Кенесхан, әділет департаментінің әкімшілік бөлімінің басшысы Айжан Құлмағанбетова, облыс әкімі аппаратының мемлекеттік құқықтық бөлімінің бас инспекторы Индира Найманова қатысты. Семинарда мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік ұйымдарға келіп түсетін өтініштерді тіркеу және есепке алу ережелері талқыланды. Сондай қатысушылар заң бұзушылықтарды жою бойынша практикалық ұсыныстар алып, әкімшілік органдардың шешімдеріне шағымдануына байланысты сот практикасымен танысты. Бүгін қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов 2024 жылға жаңа оқу жылына дайындық аясында күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан номер 2-4 мектептерге барып, жөндеу жұмыстарының барысымен танысты. Мектеп басшылары қала әкіміне жөндеу жұмыстарын таныстырып, жаңа оқу жылына дайындықтары туралы баяндады. Өз кезегінде Нұрбол Нұрсағатов мердігерлерге бірқатар ескертулер жасап, олқылықтарды тез арада ретке келтіруді тапсырды. Жұмыстарды шілде айының ортасына дейін бітіру қажет. Жөндеу жұмыстарын сапалы аяқтаңыздар. Жаңа оқу жылы басталғанға дейін шаруа мүлтіксіз орындалуы керек, деді қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов. Айта кетейік, биыл номер 2 мектепте мектеп ғимаратының электр жарығына күрделі жөндеу жүргізіліп жатса, номер 4 мектепте ғимарат шатырына күрделі жөндеу жүзеге асуда. Сондай-ақ ағымдағы жөндеу жұмыстары 50 мектепте 155 жобада қарастырылған. Ауғанстаннан кеңес әскерінің шығарылуының 35 жылдығына және кеңес халқының ұлы отан соғысындағы жеңістің 79 жылдығына арналған еркін және әйелдер күресінен 12-ші халықаралық турнирде бақаншы палуандар жүлделі орындары иеленіп қайтты. Жанабай Ералы 41 келі салмақтан 3-ші орын, Бейбіт Ералы 29 келі салмақтан 1-ші орын, Қылышбек Нұртас 55 келі салмақтан 1-ші орын иеленді. Жас палуандарымызды аудан әкімі Дәурен Бақытжанұлы жеке қабылдап, аудан әкімінің құттықтау грамотасымен марапаттады. Жаңа Семей ауданында орналасқан мектептерде де ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Көкентау ауылындағы Знаменка жалпы білім беретін орта мектептің терезелері ауыстырылып, жаңадан орнатылды. Сонымен қатар Абралы мектебінде спорт залдың шатырына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бөкенші орта мектебінде жылу қазандығы ағымдағы жөндеуден өтіп, 2 пеш толықтай жаңартылды. Барлық білім беру нысандарында жұмыстар уақытынша және сапалы орындалуда. Жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған Сымбат Қайратқызы, Семей таңы.